Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Ақнұр. Бүгінгі видеода біз осындай жұмсақ, өте дәмді, ерекше синнабонды жасайтын боламыз. Шаймен ішкенде де өте керемет үйлеседі. Көріп тұрғандарыңыздай әдемі, ерекше, үйіңізге келген қонақтарды таң қалдыра аласыз. Ең бірінші бізге жылы сүт қажет болады. Жылы сүтімізді бір ыдысқа құйып алып, қантымызды салатын боламыз. Сосын жылы сүтте ол қантымыз тез ериді, араластырып ерітіп жібереміз. Сосын бір шай қасық ашытқы, яғни дрожжымызды саламыз. Сосын бір жұмыртқа саламыз. Бір келкі масса болғанға дейін араластырып аламыз. Осылай бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды қосамыз. Кішкене алып қалыңыздар, кейін қамырға керек болады. Ұнымызды аз-аздан салып отыра жұмсақ қамыр илейміз. Қатты қылып илемеңіздер, қамырларыңыз көтерілмей қалуы мүмкін. Қамырды біріктіріп илеп болған соң, бетіне сары майымыздың қалғанын жағып, осылай пищевая пленкамен орап қоямыз жылы жерге. Менің қамырым шамамен 1-1,5 сағат уақытта көтерілді. Осындай өте керемет болып көтеріледі қамырымыз. Қамырдың шетін жинап, ортаға қарай біріктіріп, осылай басып аламыз. Сосын қамырымыз қолға жабыспайтын болады. Ұнсыз, қарапайым оқтаумен жая берсеңіздер болады. Осылай 4 бұрышты етіп, ортасына жұмсақ сары майымызды жағып шығамыз. Қамырды 4 бұрышты етіп жайыңыздар. Қантымызға корица, яғни синнабонды ерекшелейтін басты нәрсемізді араластырып, қамырымыздың орталарына бір келкі етіп сеуіп шығамыз. Корица ерекше дәм береді. Корицаның иісі пеште пісіп жатқан кезде керемет үйіңізден орын алатын болады. Осылай ауа жібермей қамырымызды рулет тәріздес етіп орап аламыз. Сосын сіздерге бір лайфхак. Осылай жіппен бір келкі етіп үзіп алуға болады қамырымызды. Жіпті ортасынан кіргізіп, екі шетінен тартасыздар. Осылай қамырымыздан шамамен 10-12 штук синнабоны шығады. Егер кішкентай көлемде жасаймын десеңіздер, одан да көп шығуы мүмкін. Қамырымызды осылай барлығын кесіп алған соң пергамент қағазына орналастырып, пешке жібереміз. Ол уақытта біз помадкасын дайындаймыз. Творожный сыр немесе қаймақ алсаңыздар болады. Соған сахарный пудрамызды араластырамыз бір келкі масса шыққанға дейін. Осылай дайындап аламыз. Пеште 180-200 градуста піскен булочкаларымыз дайын болды. Осылай алып ыстықтай бетіне жаңағы дайындап алған творожный сырдан помадкамызды жағып шығамыз. Өте күшті дәм береді бұл. Достар, осымен біздің синнабонымыз дайын болып қалды. Рецептің толық құрамдарын описаниеда қалдыратын боламын. Осындай өте оңай дайындалатын синнабондарымыз дайын. Менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Өте қызықты рецептердің барлығы сол жақта, кіріп қарап кетсеңіздер болады. Ал ендеше ас болсын, барлықтарыңыз жасап көріңіздер міндетті түрде.